Бүгінгі видео комментариядан алынған көрерменнің сұрауы бойынша шығарып отырмын. Видеода қанның қызметі, қанның құрамы және қанның көрсеткіштері қандай сол туралы айтылады. Бүгінгі видеодағы ақпараттар барлық адамға керек деп ойлаймын, өйткені қан құрамын білгісі келетін адамдар көп шығар. Сондықтан да барлық адамдарға таратып, лайк басып, комментария жазып және колокольчикті басып қойсаңыздар, менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Қан адам ағзасында үнемі қозғалыста болады. Олардың ағу жылдамдығы өте жоғары. Бүкіл қан бар жоғы 23 секундта денедегі бар қан тамырларынан ағып өтеді. Қанның ең негізгі атқаратын қызметінің бірі өкпеден алып шыққан оттекті ағзадағы барлық тіндерге жеткізу. Қанның құрамында эритроциттер, лейкоциттер болады. Эритроциттер қанның қызыл түйіршіктері, ал лейкоциттер қанның ақ түйіршіктері болады. Жалпы қан талдауының көрсеткіштері. Бірінші, гемоглобин. Ол эритроциттер құрамында қан пигменті. Негізгі қызметі оттегіні өкпеден тіндерге тасымалдап, ағзадан SO2 шығару. Ерлер үшін қалыпты көрсеткіш 130-160 грамм на литр. Әйелдер үшін 20-140 грамм на литр. Егер гемоглобин төмендесе, ол қан аздық, қансырау немесе ішкі ағзалар зақымданған кезде іште жасырын қан кеткенін білдіреді екен. Ал гемоглобиннің артуы әдетте қан аурулары және жүк жетіспеушілігінің кей түрлерінде байқалады. Келесі екінші, эритроциттер. Ол құрамында гемоглобин бар қандағы қызыл түйіршіктер. Ерлерде қалыпты мөлшерде 4-0, 5-1 грамм на литр. Әйелдерде 3-7, 4-7 грамм на литр. Денсаулығы мықты адам биік таулы аймақтарда болған кезде және жүк ақауы, бронх, өкпе, бауыр мен бүйрек ауруларында эритроциттер шамадан тыс артады. Эритроциттердің жетіспеушілігі, яғни эритроциттер нормадан төмен болса, қалыпты жағдайдан төмен болса, қан аздық, созылмалы қабыну процестері, қатты қансырау белгісі, кейде жүктіліктің соңғы кезеңінде болады. Келесі үшінші, лейкоциттер. Қандағы ақ түйіршіктер сүйек кемігінде және лимфа түйіндерінде жүреді. Олар ағзаның сыртқы әсерлерін қорғайды. Қалыпты көрсеткіш 4-0, 9-0 грамм на литр. Көрсеткіштің қалыптан артуы жұқпалы аурулар немесе қабыну себепті. Ал көрсеткіштің артуы түрлі жағдайларда орын алады. Ол тіпті аурумен байланысты болмауы мүмкін. Шамадан тыс физикалық күш түскенде, күйзеліс және жүктілік кезінде артады. Кейде лейкоцитоз белгілі аурулармен де байланысты болуы мүмкін. Ол қандай аурулар? Олар бактериялық жұқпа, қабыну процесі, ағзаның тітіркену реакциясы, лейкоздар, гормондық және жүрекке арналған кейбір дәрі-дәрмектерді қабылдау. Ал лейкоциттер егер қалыптан түсіп кетсе, яғни қалыпты жағдайдан жетіспеушілігі, вирусты, жұқпа немесе тырысуға қарсы дәрі-дәрмектер, аналгетиктер, кейбір дәрілер салдарынан болуы мүмкін. Төртінші, тромбоциттер. Қанның ұюына жауап беретін жасушалар тромбоциттердің түзілуіне қатысады. Қалыпты саны тромбоциттер адам ағзасында 180-320 грамм на литр болады. 180-320 аралығында болу керек. Егер олар нормадан көп болса, туберкулез, ойық жаралы, колит, бауыр циррозына шалдығуыңыз мүмкін. Мұндай көрсеткіш отадан кейін немесе гормондық дәрі-дәрмек салдарынан болуы мүмкін. Ішімдік әсерінен, ауыр металдардан улану мүмкін. Қан аурулары, бүйрек және көкбауыр жетіспеушілігі, гормондық ақаулар кезінде нормадан төмен көрсеткіш көрсетеді. Және антибиотик, зәр айдайтын дәрі-дәрмектер, дикоксин, нитроглицерин, гормондар әсері болуы да ықтимал. Эритроциттердің тұтыну жылдамдығы сойы. Ерлер үшін қалыпты 2-10 мм сағат, әйелдер үшін 2-15 мм сағат. Көрсеткіштің жоғарылауы жұқпалы аурулар, қабыну, қан аздық, бүйрек аурулары, гормондық ақаулар, зақымдану немесе отадан кейін шок, жүктілік, босанудан кейін және етекір кезінде орын алады. Ал қан айналым дұрыс болмаса және анафилаксикалық шок кезінде көрсеткіш төмендейді. Глюкоза. Сау ағзадағы глюкоза концентрациясы 3-5-6-5 миллимоль литр болуы тиіс. Оның төмендеуі дұрыс және уақытылы
тамақтанбағаныңызды және де гормондық ауруларды аңғартады, ал артуы сусамыр дертінің белгісі. Жалпы ақуыз оның қалыпты мөлшері 60-80 грамм на литр. Бауыр, бүйрек қызметі нашарланған кезде аз тамақтанғанда ақуыз мөлшері төмендейді. Мұндай жағдайда көбіне ауыр ауру салдарынан орын алады. Келесі, жалпы билирубин. Билирубин мөлшері 20-5 миллимоль литрден жоғары болмауы тиіс. Сар ауруы, тас ауруы немесе эритроциттердің бұзылуы кезінде билирубин мөлшері артады. Келесі, креатинин. Креатинин ол бүйрегіңіз үшін жауап береді. Оның қалыпты концентрациясы 0,18 миллимоль на литр. Қалыптан асуы бүйрек жетіспеушілігінің белгісі. Егер қалыпты мөлшерге жетпесе, иммунитетіңізді көтеру қажет. Осымен пайдалы ақпаратымыз соңына жетіп қалды. Қан көрсеткіштерін, қан құрамын барлығын сіздерге толығымен айттым. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болса, әрі қарай достарыңызбен толықтай бөліссеңіз болады. Олар да біліп жүрсін, олар да естіп жүрсін деген ниетпен. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрқашанда аман жүріңіздер. Қазақ елі аман болсын.